Бұл бөлімді мен ойшыл Эдвард де Бононың басынан өткен бір қызық оқиғамен бастағым келеді. Ол кісі Шығыс Азия елдерінің бірінде саяхаттап жүреді, қонақта жүреді, бір дастархан басында отырады. Сөйтіп ол кісілерге түрлі ас беріледі, балық беріледі дегендей. Сөйтіп бір кезде үлкен шұңғыл ыдыста мынандай бір сұйықтық алып келіп береді. Ол кісі ойында ештеңе жоқ, бұл балықтан кейін жейтін сорпа екен деп оны іше бастайды. Сол кезде жан-жағы адамдардың оғаш қарағанынан бірдеңке дұрыс емес деп жатқанын түсініп тоқтай қалады. Сөйтсе, ол сорпа емес, балықтан кейінгі қолын жуатын су екен. Сөйтіп ол кейін өзін белгілі бір деңгейде ақтайды, айтады, мен оны су болғаннан кейін, сорпада да су болатын болғаннан кейін, бұны сорпа деп ойлап қалдым ғой дейді. Кейін осы бір идеяны, концепцияны өзінің кітабында жазады. Және бір мынандай қызық тұжырымдама ұсынады. Мен оны сорпа деп ойлап қалдым, өйткені оның негізгі құрамы су. Екеуі ұқсап тұр. Бірақ ол сорпа емес еді, өйткені оның әлі құрамында түрлі сорпа қылатын ингредиенттер жоқ еді дейді. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Осы аптаның тақырыбы тәрбие әдістері, тәрбие құралдары немесе тәрбие техникалар деп бір қорытындылайтын болсақ, тренингтарда, семинарларда, диагностикада, консультацияда ата-аналар жалпы кездескенде сұрайтындары дәл осы техникалар. Маған балама әсер етудің техникасын айт, баламды қалай жақсы оқытсам болады, балама қалай кітап оқытсам болады, балама қалай мынаны істетсем болады. Әйтеуір бір осындай түрлі әдіс тәсілдер сұрайды. Бірақ бұл әдіс тәсілдер сіздерге керек болғанмен, мүмкін тіпті көмектесе алғанымен, оның негізгі фундаменті бар. Ол біздің өткен аптада талқылаған тәрбие шамшырағы, яғни тәрбиенің мақсаты, жалпы тәрбие дегеніміз не, және сіздің тәрбиедегі басты міндетіңіз не. Бұл бағанағы сорпадағы су сияқты. Бұл сізге жеткіліксіз, бірақ бұл негізгі элемент. Сонымен қатар, бүгінгі біз айтылатын заттарымыз, тәрбие әдістері, құралдары, ол сол сорпаға қосылатын ингредиенттер. Екеуі бірге өзара үйлесімде жұмыс істеген кезде ғана біз оң нәтиже ала аламыз. Сонымен тәрбие құралдары дегеніміз не? Бұл тәрбиелеу барысында қолданылатын кез келген дүние. Кез келген зат, кез келген құбылыс, кез келген адам. Мұғалім де тәрбие құралы. Яғни біз осы тәрбие құралдарын баланы тәрбиелеу үшін қолданамыз. Ал енді осы құралдарды біз қалай қолданатындығымыз, яғни баланың ойына, сезіміне және психикасына әсер ету жолдары, ол тәрбие әдістері. Мынандай бір қарапайым тұрмыстық мысал келтіріп көрейік. Қандай құралдар бар? Балта, балға, ара. Енді осылардың қолданысы қандай? Ұру, соғу, шабу, аралау. Бұл тұрмыстық мысалда әр құралдың қолданысы белгілі бір деңгейде шектеулі, қатты өзгере бермейді. Бірақ тәрбиеде бұл алуан түрлі факторларға байланысты біздің тәрбие әдістері мен тәрбие құралдары жаңа бір жинақпен, жаңа бір ұстаныммен шыға беретін болады алдымыздан. Жалпы педагогикада 500-ден астам тәрбие әдістері бар. Олар түрлі классификацияларға бөлінуі мүмкін. Вербальды әдістер, практикалық әдістер, немесе психикалық әдістер деген сияқты. Осы бөлімде, жалпы осы аптада біз келесі тәрбие әдістерін қарастыратын боламыз. Біріншісі ол тұлғаның психикасын қалыптастыратын әдістер. Одан кейін біз қарым-қатынас ұйымдастыру әдістерін қарастыратын боламыз. Одан кейін стимуляция мен мотивация мәселелерін қарастыратын боламыз. Және сонымен қатар баланың өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау әдістерін қарастыратын боламыз. Тәрбие құралдары мен тәрбие әдістерін жұмыс істейтіндей етіп таңдау үшін бірнеше факторларға көңіл бөлуіміз керек. Солардың ең негізгілерінің бірі ол тәрбиенің мақсаты. Біз өткен аптада талқыладық, айттық. Естеріңізде болса, тәрбиенің, педагогиканың басты идеясы ол баланы бақытты ету, оның бақытын сақтап қалу. Сол арқылы оның адам болуы, яғни бізден тәуелсіз болуы деді. Олай болатын болса, біздің қолданатын құралдарымызда, әдістерімізде осы мақсатқа жұмыс істеу керек. Егер ол мақсатқа жұмыс істемейтін болса, онда біз мүлдем басқа тірлік істеп жүргендеміз. Айталық мынандай мысалға маған жерді қазу керек. Менің мақсатым бар. Сол жерге бір зат отырғызайын деп жатырмын дейді. Енді мен сол жерді қазу үшін мысалға нені пайдалануым керек? Күректі. Мақсатыма сай мен тиісті құрал таңдаймын. Мақсат менің құралымды, әдісімді анықтап береді. Ал егер мен тура сол жерде жерді қазу керек деген мақсатпен тырмалап отырсам, менің әрекетім қаншалықты оғаш болады. Көрдіңіз бе? Онда біздің мына істеп жатқан әрекетіміз, тәрбие әдістеріміз қолданып жатқан біздің тәрбие мақсатын қанағаттандырмаса, онда ол жалпы тәрбие ма деген сұрақ туы мүмкін. Немесе мүлдем мынандай бір түрлі мысал келтіріп көрейін. Мен жерді шанышқымен шұқып отырсам, және айтсам мен сіздерге, мен жер қазып жатырмын деп. Жоқ, көрдіңіз бе? Оны үйтіп атауға болмайды, өйткені мен қолданып отқан құралым менің істеп жатқан әрекетімді анықтап берді. Тура сол сияқты біздің кейбір деңгейде мақсатсыз, немесе толық түсінбей, немесе өзіміздің міндетімізді айқындамай, түрлі тәрбие техникаларын қолдануымыз бізді сырт көзге мүмкін білікті қылып көрсетуі мүмкін, бірақ ішімізде бағанағы олқылықтарды айқындап шығарып береді. Екінші тәрбие әдістерін, тәрбие құралдарын таңдау барысында көңіл бөлу керек зат, ол тәрбие ошағы деген ұғым. Тәрбие ошағы дегеніміз не?
тәрбие белгілі бір деңгейде 3 ошақтан құралады. Бұны Абай атамыз не деп айтады? Адамға мінез 3 адамнан шығады дейді. Ата-анасынан, ұстазынан және құрбысынан. Ары қарай жалғасы бар, бірақ бізге қазір ол керек емес. Сонымен қатар тәрбие теориясында да тәрбиенің 3 ошағы бар дейді. Отбасы, мектеп және ортасы. Көрдіңіз бе? Тура Абай атамыз айтып кеткен заттарды қайталап айтады. Енді осы 3 зат біздің бағанағы айтып жатқандай мінезіміздің қалыптасуына, яғни тәрбиеленуіміздің көзі, ошағы. Біз осы жерден үшеуінен осындай бір жаңағы қуат аламыз дейміз ба, тұтынамыз. Енді қызығы не? Осы 3 ошақ 3 түрлі қызмет етеді. Олардың қызметтері бірдей емес. Олар бірдей болатын болса, олардың 3-ке бөлінуіне ешқандай қажеттілігі жоқ еді. Енді бұлардың қызметтерінің ерекшелігін түсіндіру үшін мынандай бір тағы теңеу келтірейік. Ол мысалы адамды ғимарат деп елестейік. Тұлға ретінде, қалыптасқан тұлға ретінде ол ғимарат. Азамат қалай қоғамға қызмет ететін болса, тура солай бағанағы ғимарат та өз қоғамына қызмет етеді. Енді қараңыз, осы бір ғимараттың пайда болу бағанағы 3 источниктен дейік. Ата-анасы ол сол бір құрылыс материалдарын шығаратын зауыт, айталық кірпіштің. Яғни ата-анасы неге жауап береді? Ол кісілер кірпіштің санына және сол кірпіштің сапасына жауап береді. Одан кейінгі мектеп өзі қоғамды құрастырушы, строитель общества дейді ғой мектептің. Сол ретінде ол сол кірпіштерді пайдаланып отырып бір ғимарат құрастыруға жауап береді. Ал орта не істейді? Сол ғимараттың пайда болған қолданысына, мүмкін сол ғимараттың сыртқы әрленуіне, ішкі түс қағазының жапсырылуына, перделердің орналасуына деген сияқты белгілі бір әсемдігіне, әдемілігіне. Енді қараңыз, осы жерде әр ошақ өзінің функциясын атқару керек. Мысалға, зауыт қандай ғимарат құрастырылатынын уайымдаса, жаңа геймпланды уайымдап жүрсе, ол үшін не істеу керек екенін уайымдап жүретін болса, онда оның кірпішінің саны да сапасы да құлай бастайды. Идея неде? Идея әр тәрбие ошағының өзінің қызметін уайымдау, өзінің қызметіне жауап беру, өзгенің міндетін тізбеуінде. Бұл тәрбие ошақтарының үшеуі де жалпы адамды тәрбиелеп жатқан болатын болса, қоғамға қызмет етіп жатқан болса да, бұлардың жұмыстары өзара қатты тәуелді. Мысалға дейік, кірпіштің саны аз болатын болса және сапасы нашар болатын болса, онда мектеп не істей алады? Ол сол саннан ғана құрастырылатын ғимаратты ғана құрастырады. Сол сапа мүмкіндік беретін ғана ғимаратты құрастырады. Тура солай құрастырушы, яғни мысалы құрылысшы нашар болатын болса, қанша мықты сапалы құрылыс материалдары болса да, ол сол жерден көп брак шығаратын болады. Көп шығын жасайтын, ысырап жасайтын болады. Енді тәрбие әдістерін таңдаудағы келесі бір маңызды фактор ол баланың өзі. Қараңызшы, сіздің балаңыз белгілі бір деңгейде келбетімен, әрекетімен біреуге ұқсауы мүмкін, бірақ ол түбегейлі алған кезде бірегей. Яғни сіздің балаңыздай басқа ешқандай бала жоқ. Тіпті егіздердің өзі бірін-біріне ұқсамайды. Енді олай болатын болса, оған қатысты қолданылатын тәрбие құралдары мен әдістері де бірегей болу керек. Яғни сіз сол балаңыздың жеке бас ерекшеліктеріне қарай тәрбие құралдарын таңдай алғаныңыз жөн. Бұны мынандай бірнеше мысалдармен түсіндіріп көрейік. Біз Астанада қызмет етіп жүрген кезде түрлі мектеп мұғалімдерінің ашық сабақтарына қатысуға және оларға анализ жасауға мүмкіндікке ие болдық. Сөйтіп мұғалімдер қолданылған әдіс тәсілдерге қатысты қарапайым сұрақтар қойдық. Неге сіз осы әдісті қолдандыңыз? Неге сіз осы әдісті дәл осы сыныпқа қолдандыңыз? Неге сіз осы әдісті дәл осы уақытта қолдандыңыз? Мардымды жауап алдық деп айта алмаймын. Көбінесе мұғалімдер маған осы әдіс ұнайды, мен осы әдісті жақсы түсінемін дейді. Түсініңізші, бұл мынандай мысал сияқты ғой. Мысалға маған палау ұнайды, сәйкесінше менің алдымда отырған 30 бала бәрің палау жеу керексіңдер. Немесе менің бар дайындай алатыным не? Осы палау, яғни бәріңе осы палауды ғана беремін. Мен сендердің жеке қажеттіліктерін не жейтіндерің маған қатты қызық емес дегенмен бір дейді. Бұны педагогикада бәрін бір тарақпен тарау дейді. Біз баланың, алдымызда отырған балаңыздың 4 балаңыз бар ма, 3 балаңыз бар ма, маңызды емес, соның сол бір ситуациядағы, тіпті бір баланың өзі таңертең түсте кешке әртүрлі болмыста болуы мүмкін. Соның бәрін ескере отырып, біз қай тәрбие құралын, қай тәрбие әдісін пайдалануымыз керек екенін шеше алуымыз керек. Тағы бір мынандай бір аналогия келтіріп көрейін. Баланы доп деп елестетіңіз. Егер ол бірегей болатын болса, мысалы доптар әртүрлі болуы мүмкін. Футболдың добы, баскетболдың добы, теннистің добы деген сияқты. Және сол доптарға қатысты істелінетін әрекет те әртүрлі. Біреуін тебеді, біреуін ұрады, біреуін лақтырады. Немесе теуіп ұрыңыздар деп жатқан жоқпын, жай мысал ретінде. Енді тура сол сияқты біз баланың бұл жерде негізгі істеу керек әрекетіміз біздің алдымызда отырған, яғни қандай доп деген сияқты, қандай бала. Оның ерекшеліктері қандай, оның даралығы несімен көрініп тұр. Және соған қарай бағанағы өзіміздің әдістерімізді, құралдарымызды таңдау. Жалпы педагогикада мынандай бір бұл төбелес сияқты емес, мынандай бір белгілі бір приемдарды үйреніп алып, соны қайталай берсеңіз, шеберлігіңіз артып өтіп кетесіз дейтіндей емес. Бұл әр кезде әртүрлі ситуацияда сіз арсеналыңыздан жаңа тәрбие әдісті құралдарын әртүрлі ситуацияда пайдалануыңызбен шешеді. Мысалы, мүлдем бағытталмаған
құралды мүлдем бағытталмаған әдіспен пайдаланып кетуіңіз де мүмкін. Бұл сізге белгілі бір деңгейде ашық алаң, тәжірибенің алаң, мүмкіндіктің алаң. Және бұл жерде қателесу тіпті жоқ десек те болады. Не істей аласыз? Жай ғана түрлі тәсілдерді көресіз. Есіңізде жұмыс істейді, жұмыс істемейді деген механизмді сақтаған болсаңыз болғаны. Қорыта келе бұл сабақта біз қандай ойлармен бөліскіміз келді? Ең негізгі ой, әмбебап әдіс немесе құрал жоқ. Бүкіл мәселені шешетін бір құрал жоқ. Сіз үнемі жұмыс үстінде, үнемі таңдау үстінде, үнемі бақылау үстінде болуыңыз керек. Екінші біз бөліскіміз келген зат, сіздің тәрбие әдіс құралдарын таңдауыңыз бірнеше факторға байланысты. Біріншісі ол тәрбиенің мақсатынан ауытқымау. Екіншісі ол тәрбиенің ошағын елестету. Яғни сіз қай функциядасыз, сіз қандай рөлдесіз, соған қарай тәрбие құрал амалдарын пайдалану. Үшіншісі баланың жеке бас дара ерекшеліктері. Сонымен уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақтың тапсырмасын орындап, ертеңге дайын болыңыз. Іске сәт.